әлемі. Бүгін біз қазақстандық теңге жайында айтатын боламыз. Қазақстан Республикасы ұлттық валютасының дизайны 1993 жылы жасалды. Оның авторлары Меңдібай Әлин және Ағымсалы Түзелхан есімді суретшілер. Олар алғашында теңге көпшілікке ұрлау үшін долларға ұқсатып жасағысы келген. Кейін ол ойларынан байынып қалып, ұлттық валютамызға қазақтан шыққан ұлы тұлғалардың бейнесін қоюды жөн көрді. Алғашқы төл теңгеміздің кескіндерін еске алып көрейік. 1 теңгелік купюраның бетінде Әл-Фарабидің суреті болды. 3 теңгеде Сүйінбай Аманұлы, 5 теңгеде Құрманғазы Сабырбайұлы,